алып жатырмыз бизнес пакет мектебінен. Өте қуаныштымыз. Алла тағалаға сансыз шүкіршілік, осындай жанмен табыстырып жатқан Алланың нығметіне үлкен рахметімізді айтқымыз келеді. Индира ханым, сізге алғысымыз өте шексіз, өте керемет. Мына мені тағамдарды өте түсінікті, ұғынықты және жаныңыз ашып, жан тәніңізбен беріліп, уақытыңыздың бәрін бізге бөліп, барлық жағдайды жасап жатырсыз. Кеше қыздар айтып жатыр, біз бұл жерден шай ішеміз деп те ойлаған жоқпыз. Тіптен мороженымызға шейін, туфлимызға шейін сыйлық беріп жатырмыз. Алла тағалам осындай үлкен пейіліңізге жақсы, мол несібе берсін, отбасыңызға үлкен сауаптардан жассын. Мен ойлаймын, әрбір әйел баласы үйде отырған, бизнес жасау үшін емес, жалпы өзінің бала шағасын тәтті тағамдармен тояттандыру үшін осы бизнес пакет мектебіне қатысу керек деп ойлаймын. Біз сізге айтатынымыз тек қана рахмет, рахмет, рахмет. Құдайдың бере сағанына шүкір, сіз сияқты жанды. Мен онда магазинге бармасам ба? Магазинге барған сайын қуанамын. Рахмет. Сіз білесіз бе, сіздің арқаңызда қаншама жан дастарханның гүлдері. Бұл әйелдің ең басты міндеті. Тұйғылай үйінде аласыз. За то, что қуанып жатқанына жүректер. Тұйғылай нәтиже көрген адам ғой. Тұйғылай бәрімізді жылаттың ғой. Вообще в шоке. Вы вообще уж қаяқты үлгердіңдер бұның бәрін Батарики, вы чего? Мынаны қара. Мәссаған қыздар. Что-то подарок көп қой мынау. Тюлю, смотри! Целых 2 штуки. Индира ханым, сізді қимай жатырмыз. Елки-палки. Сосын бәріне лайықсыз. Бұдан да Смотри, Амина! Ты чего? Индира ханым, сөзіміз соңында айтарым. Қаншама әйел өз бақытын тауып, өзінің негізгі кәсібін сіз арқылы меңгеріп жатыр. Осы сізден сабақ өткен әрбір әйел үйлерінің дастарханын гүлдендіріп, шаңырақтарын шаттыққа сіздің үйреткен біліміңіз арқылы өзінің әйелдік қызметін атқаруға мол мүмкіндік алып жатыр. Сізге рахмет. Қазақтың қыздарын оқытып, осындай өзінің тікелей кәсібімен айналысуға мүмкіндік бергеніңізге сізге үлкен рахмет. Сіздерге рахмет. Я вообще не ожидала. Блин,